Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді тұшпараның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қазанда салқын суды құйып, қайнауға қоямыз. Қайнағаннан кейін тұзымызды салып, мұздатқышта дайын қатырылған тұшпарамызды саламыз. Тұшпараны сорпаға қайнатқан кезде мен пиязды осылай турап, жартылай сақиналар турап, сәбізімді осылай күштен өткізіп, сорпамызға саламын. Кейде сәбізбен пиязымызды қуырып та салуға болады. Маған осылай жасаған ұнайды. Сәбіздің пайдасы адам ағзасына өте зор. Пияздың да, сәбіздің де, сәбізді көбірек жеген абзал. Сондықтан мен сәбізді осылай күштен өткізіп сорпама қосамын. Бұрышымды, дәмдеуіштерімді, өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштеріңізді салып 10 минутқа қайнауға қоямыз. Күштен өткізген сәбіздің сорпаға беретін дәмі өте ерекше. Осылай жасап көріңіздер. Тұшпараны сорпада пісірсеңіз 10 минутта піседі. Мантаваркада пісірсеңіз 20 минуттың көлемінде пісіруге аласыз. Мантаваркада да пісіруге болады. Егер мантаваркада пісірсеңіз, ол өзінің дәмі, құрамындағы майы, дәмдеуіштері барлығы өзінің ішінде қалады. Қамыры ешқандай езілмейді. Ал сорпаға піскен тұшпараның өзінің ерекше дәмін сорпаға беріп өте дәмді шығады. Осымен өте дәмді сорпаға піскен тұшпара дайын. Ал менің өз каналымда ерекше тағамдар, әртүрлі салаттардың пайдалы шырындарын рецептерімен бөлісемін. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіз. Менің каналымның дамуы үшін үлес қосып жатқандарыңыз үшін сіздерге алғыс айтқым келеді.